Қазанның қақпағында газде тура тандыр наннан аумайтын нанды жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода барлық құпиямен бөлісемін. Міндетті түрде жылы сүт, тұз, сұйық май, аштығымызды салып жақсылап араластырып, бір шай қасықта қант салып жіберуді ұмытпаймыз. Сол кезде нанымыз қызарып күшті болып шығады. Оны салып жақсылап араластырамыз да қатты қамырымызды илеп ашытуға қоямыз. 2 сағатта қамырымыз 2 есе өзінен көтерілгеннен кейін қазанымызды газға қызып тұруға қойып қоямыз. Оның қақпағын бөлек газға қойып 15 минут бойы қыздырамыз. Қазанымыз бен қақпағымыз қызып тұрғанша нанымызды жасап қоямыз. Қазан қарайып кетпес үшін бір уыс тұзды ішіне салып қоямыз, болды. 2 жұмыртқаны ағы мен сарысынан бөліп алатын боламыз. Қызып тұрған қақпағымызды алып келіп, нанымыздың астына жұмыртқаның ағын былшылдатып жақсылап жағып, қызып тұрған қақпаққа жабыстырсақ өзі жабысып қалады. Қолымызбен дұрыстаймыз, сосын нан ұрғышпен тағы да ұрып, жұмыртқаның сарысын күнжітті жағып 20-25 минутқа бетін жауып қоямыз. Арасында ашып-ашып тұрыңыздар, күйіп кетпесін нандарыңыз. Енді дәміне сөз жоқ. Пышақпен жақсылап бөліп алатын боламыз. Егер де асты қызармай қалған болса, сол қазанға тұздың үстіне тағы да 5 минутқа бетін жауып қойсаңыздар, асты қызарады. Тандыр нанымыз дайын. Каналыма тіркеліп алыңыз.